Sələmətlər oxucular, bugünkü savamızda biz ilk san verilisi bu sandan qay bir ülken ekendigini шығаратын bir kod жазамыз. Бұл код шығарған кезімізде біз деген циклды немесе шарттауды, яғни if else'ді қолданбаймыз. Біз сұраққа бастамастан әлді тесттерімізге бір қарайық. Бізге 8 және 5 берілген, біз 8 шығаруымыз керек. 15 және 33 берілген, бізге 30 шығарып беру керек. Енді мен алдыңғы сабақтарда сізге boolean data tipini көрсеттім. Boolean'da екі нәрсе болуы мүмкін. Біріншісі true, ол деген сан ретінде 1-ге тең, екіншісі false, ол сан ретінде 0-ға тең. Мен бұны тағы бір сізге көрсетейін. Бұл код жазуға бастамастан әлді. Бұл жер кішкене үлкейтейін, сізге көру ыңғайлы болсын. Print int мысалы true деген кезінде сақтаймыз, жүргіземіз. Көргеніңізде бізге бір сан шығып тұр. Ал мен бұның орнына false деп жазған кезінде көргеніңізде бізге деген 0 шығып тұр. Онда біз деген дәл осы деген boolean data tipini қолданып, біз бұл сұрақты шеше аламыз. Шешуге бастаған кезімізде ең бірінші біз деген 2 сан қабылдауымыз керек. Тестке қараған кезімізде 8 және 5 дегенде 2 сан қабылдауымыз керек. Білесіздер, мен әмеше A мен бұны қолданам. Int input жазайық. Екіншісі болса B-тің int, онан кейін input болсын. Int input болсын. Енді біздің үлкен санымыз x-қа тең болсын. X не екендігін білмейміз әлі, x тең үлкен сан болсын. Biz мысалы A үлкен B болса, A үлкен B болса, кішкене бір жазуым керек, A үлкен B болса, print x деп жазайық. Мысалы, бірінші санға 8, екіншісіне 5 берген кезімізде A B'дан үлкен, яғни бірінші сан екінші сандан үлкен. Enter'ге басқан кезімізде бізге деген көргеніңіздей true деп берді. Ал дәл қарама қарсы болған кезінде, мысалы, тағы сол кодты жасатайық. 5 және 8 деп көрейік. Ол кезде бізге false деп тұр. Бірақ біз деген true және false деген сөздерді емес, бізге сан керек. Онда мынандай бір нәрсе жазаламыз. Егер A B'дан үлкен болса, true болған кезінде бұл 1-ге тең ғой. 1-ге тең болған кезінде A-ға көбейсін. A көбейтті. Мысалы, бұның іші true болды, яғни 1-ге тең болды. Ondan кейін A-ға көбейтіледі. A-ға көбейтілген кезінде, мысалы, A қай сан болса да, мысалы, 1-ді қай сан көбейтсеңіз де, сол санның өзі болады. Біз бұны сақтап, бір тексеріп көрейік. Мысалы, 8 және 5 дейік. Көргеніңізде бізге 8 келді. Бізге бірақ, мысалы, B үлкенде болуы мүмкін. Ол кезде қалай жасаймыз? Мысалы, бұны тағы бір рет деген жұмыс жасатқан кезімізде бұл деген қате жасайды. Мысалы, екінші тестте 15 және 33 берілген. 15 және 33 деген кезімізде бізге 0 деп береді. Неге 0 деп береді? Себебі A B'дан кіші, яғни скобканың іші кіші болып тұр. Бұл да деген false болады. False 0-ға тең болған үшін 0 мен сіз қай саны көбейсеңіз де, ол бәрібір 0 болады. Соң үшін бізге 0 деп берді. Біз соң үшін теңдіктің екінші жағын жазуымыз керек. Қосу скобканың ішінде A кіші B болса, яғни A үлкен емес, кіші болған кезінде. Онда не болады? Онда деген біз B-ға көбейтуіміз керек болады. Яғни мына жерде мен сізге айтатыным, бірінші жағы A үлкен болғанда true, екінші жағы A кіші болғанда, яғни B үлкен болғанда true. Екеуінен біреуі true false болады. Яғни біреуі 1, біреуі 0 болады. Мұны 1 болса, мұны 0 болады. Екеуі бір уақытта, мына шартта, екеуі бір уақытта 1-1 бола алмайды. Соң үшін қай бірі үлкен болған, мысалы, A B'дан үлкен болса, A-ға көбейтеміз. B үлкен болса A-дан, онда біз B-ға көбейтеміз. Сондай код жаздық. Етеміз. Енді деген жүргізіп көрейік. Мысалы, 8 және 5 берген кезімізде көргеніңізде бізге 8 шықты. Я сондай 33 және 15 берген кезімізде бізге 30 шықты. Бірақ 15-33 беріп көрейік енді. 15-33 беріп көрейік. Көргеніңізде бізге 30 шығып тұр.
Biz başqa sanlarda verib görək. Mesela 100 olsun, 200 olsun, 200 verdi. Mesela 105 olsun, 15 olsun, 105 verdi. Ana жерде kodda түсінген шығарсыңыз деп ойлаймын. Мен деген ең бірінші рет бұндай деген сұрақты if'ті қолданбай шешкен кезімде өте деген қызық келген еді. Бұл видеода сізге дәл солай қызық келген шығар деп ойлаймын. Келесі видеоларда көріскенше сау болыңыздар.